Арықтауға себеп болатын 8 ауру туралы білесіз бе? Тым арықтау да, қатты салмақ қосу да қандай да бір аурудың белгісі болып табылады. Бірден салмақ жоғалтып арықтау өте қауіпті. Мұндай жағдайда қандай да бір аурудың белгісі екен анық. Егер сіз күнде салмақ жоғалтып жатсаңыз, онда дереу дәрігерге барып тексеруден өтіңіз. Негізінде арықтаудың екі түрі болады: жалпы және медициналық. Жалпы арықтау адамның арнайы іс-әрекеті болып табылады, ал медициналық арықтау бір ағзаның ауырып жатқанын білдіреді. Бұл сіздің өміріңізге қауіпті екенін ұмытпағаныңыз жөн. Арықтаудың себептері: бірден арықтауға стресс, күйзеліс, психикалық салмақ, қорқыныш пен үрей себеп болады. Сонымен қатар тамақтану тәртібінің бұзылуы, диета мен аштық, өтпелі кезең, гормондық өзгерістер, есірткі мен ішімдікке тәуелділік, физикалық ауыртпалық себеп болады. Енді арықтауға себеп болатын 8 ауруға тоқталсақ. Бірінші, онкологиялық ауру. Теріңіздің түсі немесе көзіңіздің ағы өзгере бастаса, салмағыңыз азайса, шашыңыз түссе, тырнақтарыңыз сына бастаса, онда ісік ауруларының алғашқы белгілері пайда бола бастағаны дерек береді. Бұл кезде бауыр, ұйқы безі де мазалайды. Ісік ауруларының жалпы белгілері: жарақаттың жазылу қиындайды, несептің шығуы мен үлкен дәреттің келуі өзгереді, тамағы қарылғып жөтеледі, әлсізденеді, терінің түсі өзгереді. Екінші, өкпе туберкулезі. Емделуі өте қиын аурулардың тобына кіретін туберкулездің ең бірінші белгісі арықтау. Аурудың белгілеріне келсек: ылғалды жөтел, қанды немесе іріңді жөтел, әлсіздік, ұйқышылдық, қуаттың азаюы, қатты терлегіштік, кеуде тұсы ауырады және тұмау болады. Үшінші, арықтауға себеп болатын тағы бір аурудың түрі қант диабеті. Бұл ауру бірнеше типтен тұрады. Соның алғашқысында адам алдымен салмақ жоғалта бастайды, ал екінші типтегі керісінше салмақ қосады. Қант диабетімен ауыратын науқастар әдетте тәбетінің көтерілгенін, қарнының жиі ашатынын, шөлдейтінін байқайды. Бұл қандағы глюкозаның өзгеруінен туындап жатыр. Төртінші ауру – қалқанша без ауруы. Мұндай ауруға шалдыққан науқастар бірден салмақ жоғалтады. Аурудың алғашқы белгілері: қатты ыстықтайды, жүрек соғысы жиілейді, іш өтеді, етек келу уақыты өзгереді. Еркектерде құмарту бәсеңдейді. Бесінші, жүйкелік ашығу. Бұл санаңызды, миыңызды, жаныңызды жаулаған толып кету қорқынышы. Мұндай ауруға шалдыққандардың басым бөлігі салмақ жоғалтады. Әдетте бұл аурудан 25 жасқа дейінгі қыз келіншектер мен жігіттер көбірек зардап шегеді. Жүйкелік ашығудың басты белгілері: толысудан қорқу, ұйқының бұзылуы, күйзеліске шалдығу, ашулану және ызалану. Алтыншы, бүйрек үсті безінің жетімсіздігі. Бұл созылмалы әрі өткір дерт. Бұл аурудың алғашқы белгілері: бұлшықеттің әлсіздігі, шаршағыштық, тері қарайып қартаяды, қан қысымы төмендейді, тұзды тамаққа аңсары ауады, тәбет төмендейді, ішінің айналасы ауырады. Жетінші ауру – ойық жаралы колит. Тоқ ішектің шырышты қабығының қабынуының салдарынан бұл ауру созылмалы болады. Аурудың алғашқы белгілері: іштің айналасы ауырады, іші өтеді және кебеді, тәбеті төмендейді, қызу көтеріледі, бүйрек пен жүректің жұмысы бұзылады. Сегізінші, ішектің жұмысы бұзылады. Ішек дұрыс жұмыс істемесе, басқа ағзалардың жұмыс істеуіне еш сенбеңіз. Өйткені барлық ағзаның жұмысы ішектің саулығына тікелей байланысты. Ішектің жұмысының бұзылғанын, іштің қатуын, желденуін, кебуінен, іштің сол жағының ауруы, лоқсып құсудан білуге болады. Сонымен, бірден арықтауға себеп болатын жағдайлармен таныстық. Ендеше жоғарыда айтылған белгілердің бірін байқасаңыз, дереу дәрігерге барыңыз. Қажетті ем шараларын жүргізіп, қалыпты салмағыңызға келіңіз. Тым арықтауда, қатты салмақ қосуда қандай да бір аурудың маңызды белгісі екенін біле жүріңіз.